Ассалаумағалейкум жігіттер. Үлкен кеуде бұлшықетін өсіруіне кедергі болатын топ 3 қателік. Егер де сен өзің кеуденді үлкен және объемный қылып өсіргің келсе, онда сен осы видеоның соңында өзіне жаңа жаттығу ашасың. Және бұл жаттығудың аты отжимание. Бірінші қателік. Кеудеге нагрузка түспеуінің себебі біз кеудені сезініп отжимание жасамаймыз. Кеудені қалай сезінеміз? Обычно отжимание қандай? Біз қайтып жасаймыз отжиманияны. Міне осындай стильде. Ал грудак кеуде өсу үшін қалай жасаймыз? Грудакты алдыға шығарамыз. Міне, қазір мен былай жасасам, нагрузка қолға түседі. Ал грудакқа түсу үшін кеудеге мен кеудемді алдыға қарай шығарам. Және төмен қарай түсеміз. Кеудем жерге тиіп тұр. Көтерілген кезде сокращать етеміз. Бос тұрым, сокращать етеміз. Бос тұрым, сокращать етеміз. Бұл қалай? Екі иықты ортаға қарай жинап атқан сияқты боламыз. Сөйтіп, грудакты қатайтамыз. Осылай. Сол кезде нагрузка кеудеге түседі. Түстік. Сокращать еттік. Обычно отжимание қандай? Және сен отжимание қандай? Осылай бір рет жасап көрдің, сен уже өз грудагын сезесің. Напрягать еткенінде, грудакқа қалай нагрузка түсіп атқан. Және екінші қателік, бұл темп, мынандай стильде. Бұны қаншама рет көрдің. Кейде мен де бұның осын өзімде істеймін, когда количествоға, суммаға сондай жасайтын кезде. Например, 100 отжимание сондай істейсің. Ал егерде біздің мақсатымыз кеуде бұлшықетін өсіргіміз келетін болса, кеуде бұлшықетін сезінетін болсақ, кетіп болға. Мынандай отжимание, бұл біздікі емес. Мынаны есе сақта. 4 секунд төмен түсеміз, 1 секунд взрывной көтерілеміз. Өмір бақи. Так, біздің отжимание кеудені алдыға қарай шығарамыз. 4 секунд төмен түсеміз. Кеудені жерге тигіздік. 1 секунд взрывной көтеріп, грудак сокращать еттік. 1, 2, 3, 4 кеуде тиді. Көтерілік, грудак сокращать еттік. Егер де сен амплитуданы және осылай темпті өзгертетін болсан, сөзсіз, хоть 12, хоть 10 рет отжимание жасаған, 30 отжимание жасағандай сезілетін болады. Және номер 3-ші кедергі біздің кеуде бұлшықетін өсуімізге. Бұл отжиманияны бір қалыпты жасай беру, бір нәрсені күнделікті қайталай беру. Адам бір нәрсені күнделікті қайталай бергеннен мышцың памяты оны есі сақтап, адамға оңай болады. Бір нәрсені күнделікті жасай беріп, әртүрлі результат күту, бұл ақымақтық. Так, мен қазір сендерге жаттығу түрлерін көрсетем, отжиманияның түрлерін. Және осы отжиманияларды қосу арқылы бір тренировка шығаруға болады. Біріншісі, широкий хватта кеудені алдыға шығарамыз. 4 секунд төмен түсеміз. 1, 2, 3, 4 тигіздік. Вверх и грудак сокращать етеміз. Осылай 5 подходтан 12 рет жасаймыз. Және екіншісі, жоғарыға аяғымыз қойып жасаймыз. Отжиманияның мынандай түрі де бар. Аяқты орындыққа бір биік нәрсеге қоямыз. Және сол стильде грудакты алдыға шығардық. 4 секунд төмен түстік. Жерге тигіздік. И взрывной көтеріп, и сократить етеміз грудакты. Тоже 4 секунд төмен. Тиді. Сократили грудь. Келесі отжиманияның түрі. Бұл дополнительный нагрузкамен жасау. Например, рюкзактың ішіне кітап, су, сондай ауыр заттар салып істесек болады. Менің стилімде бұл жгут. То же самое. Грудакты алдыға шығардық. 4 секунд төмен түстік. 1, 2, 3, 4, 5. И төбеде грудак қатайтамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай грудакты сезінеміз. Қалай нагрузка түсіп отқан, қалай кеуден сезін. Және келес қолымыздың астымызға жоғары
бір биік зат қою арқылы нагрузканы көбейтеміз. Мен де зат болмағаннан кейін брусьяда пример көрсетемін. Былай. Кеудені алдыға шығардық, 4 секунд төмен түстік. Мал біздің максимум жерде. Ал біз до конца түсеміз. Бәтс, грудак сокращать еттік. Қатайтамыз. Егер сен осы кеңестерді өз жаттығында қолданатын болсаң, онда сөзсіз сен бұрын соңды сезінбеген новый ощущение сезінесің. Бір күн істеп 3 күн демалатын болсаң, кеудеңде, иығында, трицепсінде, бір айдың ішінде өзгерістер пайда болады. Егер бауырым видео ұнаған болса және пайдалы болса, міндетті түрде лайк бас, каналға тіркел және сенде қандай ошибкалар болды, соны жаза кет.